21 ғасырдағы инженерлік білім және ғылым проблемалары мен келешегі. Дәл осындай тақырыппен еліміздегі ұлттық техникалық университетте халықаралық форум өтуде. 3 күнге жоспарланған шара аясында секциялы мәжіліс, бос орны жәрмеңкесі, көрменің салтанатты ашылуы мен шетелдік ғалымдардың қатысуымен өтетін салтанатты жиналыстар жүйесімен ұйымдастырылды. Әрине, мұның барлығы оқу ордасының 80 жылдық мерейтойына орай жасалып жатыр. Бүгінгі күн оқу ордасында салтанатты жиналыспен басталды. Бас ғимараттың үлкен залына еліміздің қаланың барлық жоғарғы оқу орындарының ректорлары мен әріптес ұстаздар жиналды. Бәрінің қолында бірінен бір өтер мерекелік сыйлықтар. Мақсат мерейтойы мерекеленіп жатқан білім қабырғасының басшылығын құттықтау, ізгі тілек ниеттерін білдіру. Ұжымды 80 жылдық мерейтойына құттықтайды. Осылайша үлкен залда өткізілген құттықтау жиналысымен қатар астыңғы қабатта студенттерге арналған бос орын жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Дәстүрлі шара жылына 2 мәрте өткізіледі екен. Бүгінгі жәрмеңкеге 30-ға тарта кәсіпорын қатысып отыр. Елбасы Нұрсұлтан әбішұлы Назарбаевтың ең бірінші қойған талабы бұл жоғары оқу орындарында болады түлектердің жұмысқа орналасуы. Сондықтан біз жыл сайын 2 рет осындай, әр жыл сайын 2 рет осындай жәрмеңке бос орындарды өткізіп отырамыз. Осы бос орындарға көптеген компаниялар келіп отырады. Оның алдындағы осыған дейін 5 компания келіп, біздің студенттер арасындағы тест өткізіп, өздеріне керекті студенттерді таңдап алды. Айта кетейік, бос орын жәрмеңкесі оқу ордасының білімгерлерін серпілте түседі. Олар өз мамандықтары бойынша қажетті кәсіпорындарын таңдай, білімі мен біліктілігі жетіп жатса, тіпті жұмысқа орналасуға мүмкіндік алады. Содан болар студенттер жәрмеңкеге дән риза. Үлкен бастықтарға рахмет айтқым келеді. Жаңағыдай осының арқасында біз жұмысты іздеп, жұмысты алыстан іздемей, өзіміздің мамандығымызға байланысты жұмыстар табуға болады. Қазір мен өзім іздеп жүрмін. Бұндай шаралардың ұйымдастырғаны бізді өте қатты қуантып отыр. Біз біріншіден бұл жерге келген мақсатымыз жаңағы дипломдық жұмыстан алдыңғы практиканы ұйымдастыру мақсатында келген едік. Одан кейін өзімізді жақсы қырымыздан танытып, одан әрі жұмысқа орналасу мақсатында. Тұсауы 80 жылдық мерейтойдың негізгі бөлімі басталды. Яғни оқу ордасының инновациялық зерттемелер көрмесі салтанатты түрде ашылды. Онда КИ Сатпаева ұлттық техникалық университеттің бүгінгі жеткен жетістіктері мен студенттерінің жұмыстары қойылған. Көрмеге Алматы қаласы әкімінен бастап білім және ғылым министрі, тағы басқа шенді шекпенді тұлғалар келді. Артынша 80 жылда салиқалы сүрлеуін салған білім ошағына құттықтау сөздер айтылды. Терең тарихы бар, білім мен ғылымның қайнар көзі болған оқу орнының торқалы тойы баршаңызға ортақ. Алдағы уақытта да университет ұжымы озық ойлы, ұлтжанды жас кадрларды тәрбиелеу жолындағы игілікті дәстүрді жалғастырады деген сенімдемін. Баршаңызды бүгінгі ұлттық университеттің 80 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Жалпы биылғы жыл қаламызда университеттердің мереке атайтын жылы болып отыр. Айта кетейік, шараға 20-ға жуық шетелдік мамандардың келуі университеттің деңгейінің жоғары екендігін аңғартады. Әрі техникалық білім берудің үздік үлгісін қалыптастырған бірден-бір оқу орны екендігін дәлелдейді. 80 жылдық мерейтой енді ертең шетел ғалымдарының баяндамалары мен тәжірибе алмасуымен аяқталмақ. Олжас Нұржақып, Дүйсенбай, Бағдат Әлшев, СТВ телеарнасы.